Достар, қазақта бауырына басу деген салт бар, оның мәнісі мынада. Дәстүрлі қазақ қоғамында бала асырап алудың бір түрі. Ата әжесі тұңғыш немересін бауырына басып тәрбиелегеннен бөлек, қазақта бауырына басудың өзге де себептері болған. Мысалы, жалғыз баласы бар отбасы баласының жанына серік болсын деп, жақын туысының баласын бауырына басып асыраған. Одан бөлек, балалы бола алмай жүрген, баласы тұрмай жүрген отбасы ақжолтай болсын деген ниетпен көп балалы отбасыдағы туысының баласын асырап өз бауырына басқан. Алла нәсіп етіп, өзінің ұлдары немесе қыздары дүниеге келіп жатса, тұңғышым, ұлымның алды деп асырап алған, бауырына басқан баласын өзге ұлдардан кем етпей өсіріп тәрбиелеген екен. Достар, байқасаңыздар, қазақтың кез келген ырым жоралғысы ізгі ниеттен туған. Бұл дана халқымыздың тереңдігін паш етеді. Бүгінге осы достар, қандай да бір дәстүр жоралғының мәнін білгіңіз келсе, пікір қалдырыңыз. Біз Дәстүр Лайф жобасы аясында міндетті түрде жауап береміз.